Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Бүгін мен өзімнің қолданып жүрген программаммен сіздермен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі танысатын программамыз Render Force бағдарламасы. Render Force бағдарламасы қысқаша мәлімет беретін болсақ, бұл барлық дизайндық құралдар бір платформаның ішіне жинақталынған. Бұның ішінде бұл программаның ішіне видео жасауға болады, веб-сайт, логотип, макап, дизайн. Бұл жерде әртүрлі бизнесмендер өздерінің дизайндарын жасауға болады, ютуберлер логотиптерін жасауға болады, ұстаздар өздерінің мамандықтарына сай видео монтаждар, слайд-шоулар жасауына болады. Бүгін соның ішінен мен сіздерге анимация жасауды үйрететін боламын. Бұл жерде, яғни көріп отырғандарыңыздай, әртүрлі анимациялық видеолар берілген. Соның ішінен кез келген бір анимацияның үстінен басып, создать сейчас деген батырманы басамыз, создать проект с нуля батырмасын басып, кез келген анимацияны таңдауға болады. Бұл жерде әртүрлі персонаждар берілген. Мужской, женский, ұлдар, әртүрлі мамандыққа арналған персонаждар болған. Соның ішінен кез келген бір персонаждың үстінен басып жазуымызға болады. Бұл жерге, яғни бұл персонаждардың ішінен мына жазылған тексттің орнына өздеріңіздің сөздеріңізді жазуға болады. Сәлем. Тағы да кез келген бір персонаждарды таңдап ставить батырмасын басып, жерде тағы да текст жазуға болады. Панала тіркел. Яғни сіздер бірінші алдымен жоспар құрып, қандай сөз жазатындарыңызды алдын ала жоспарлап алғандарыңыз дұрыс. Бұл жерде ары қарай созбай-ақ қояйын, уақытты созып әртүрлі стильде жасауға болады. Бұл жерде светін, яғни ауыстырсақ болады, музыка қойсақ та болады. Яғни бұл жерде музыка қоятын болсақ, бұл жерде өздерінің беріп қойған музыкалары бар. Егер ол музыка ұнамай жатса, онда астында загрузить батырмасын бассаңыздар, өздеріңіздің кез келген дайындап қойған немесе запись өзіңіздің аудио записіңізді басып, соны қоюға да болады. Енді біздің жасаған анимациямызды көру үшін перед просмотрға клик. Осының ішінен быстрый перед просмотрды басайық. Міне біздің жаңағы жасап шыққан видеомыз дайын болды. Басып көрейік. Осындай анимациялар жасап үйренуіңізге болады. Алдағы уақытта тағы да басқа да программалармен сіздермен бөлісетін боламын. Менің каналымда тіркелуді ұмытпаңыздар.